Бүгін біз туған елге тағзым жобасы аясында Қарағанды облысының өлкетану музейіне және экомузейіне барып, түрлі залдарда өзіміздің туған қаламыздың тарихы мен бүгіні туралы тәуір ақпарат алған болатынбыз. Мысалы, өлкетану музейінде маған ең ұнаған бөлімі ол Ұлы Отан соғысы жайлы бөлім. Яғни біз Қарағанды облысынан шыққан Нұркен Әбдіров сияқты батырлардың өмір баяндарымен, олардың ерліктерімен таныстық. Сонымен қатар маған 30-шы жылдардағы Қарағанды туралы секция ұнаған болатын. Сол жақта біз Түсіп Көзембаев сияқты атақты кеншілердің өмір баяндарымен танысқан болатынбыз. Ал экомузейде маған ұнаған ең бір қызықты бөлім ол көмір өндірісі және де көмір өндірісінің экологияға әсері туралы секция ұнаған болатын. Екі мұражайда біз өз өлкеміздің тарихы мен қазбалы байлықтарының, жалпы қазіргі таңда Қарағандының даму перспективаларымен, сонымен қатар ғылым және ғарыш салаларына қатысты, Қарағандының жалпы экологияға қатысты мәселелер шешу жолдарымен танысқан едік. Сонымен қатар, дәл қазір біз Қарағанды қаласының Гоголь атындағы кітапханасындамыз. Бұл жерде кітапхана өте үлкен, яғни 430 мыңға жуық документ жинақталған. Және алдағы уақытта осы туған елге тағзым бағдарламасының осындай форматта жиі өткеніне өзім жалпы қолдаймын. Себебі бұл арқылы әрбір бала туған елге тағзым бағдарламасы аясында өз өлкесін тереңірек танып білу арқылы ұлттық рухын және ұлттық кодын әрі қарай дамытады. Сонымен қатар, қорытындылай келе айтқым келетіні, осы туған елге тағзым бағдарламасының пайдасы зор екенін айтқым келеді.